Алдымен кірсеңізші. Бәлкім біреулер қуып жіберер, беріп алайын да. Артық сөз айтпаңыз. Одан бетер ашуыма тимеңіз. Қайта ашуыңды тарқатуға келдім. Ала ғой балам. Апасы мен әке қызығын көр. Көп рахмет. Фикрет, талай күннен бері менімен сөйлеспедің. Теріс айнала бермей қанша қиналғанымды көр. Кәрі адаммын ғой, алжыған шығармын, обалыңа қалдым. Маған не десең де, мойныммен көтерем қызым. Кешірші мені, кешір. Ішке кіріңіз, төрлетіңіз, босағада тұрмаңыз. Өзі шақырсын. Қош келдіңіз, кіріңіз. Өтірік алдай салдың ба? Оған да шүкір. Қанекей, төрлетіңіз. Ләйла, сен жоғарыға бар, тынығып ал. Мә, мынау саған келіпті. Ләйла Текинге. Ләйла, бәрінен бұрын мұнан айтайын. Саған ренжімейім. Мені ұстап беретінімді сезгенімде, әрі қарай бірге тұра алмайтынымызды ұқтым. Мен саған лайық бола алмадым. Сендермен араласқаннан бері мені бақыт еттіңдер. Ал мен сені тек жылаттым. Әкең де менің кесірімнен жарым-жан боп қалды. Тура жол табам деп тіптен адастым. Арманға қол созам деп барымнан айрылдым. Сені бақыт ете алмадым. Негізінде ешкімді жақсы көрмедім. Өзімді де. Бір батқан былыққа бата бердім. Құтыла алмадым. Сенімен табысқалы бері саған лайық болуға тырыстым. Саған, қызыма, ұлыма. Бұл хатты шындықты мойындау деп қабылда. Немесе жыртып таста. Сенен соңғы рет бір тілегім бар. Қызымның төсегінің астына қажетіңе деп ақша қалдырдым. Сейфтегі ақшаны полицияға тапсыратыныңды біліп, әдейі қалдырдым. Бәлкім, ешқашан көре алмайтын қызым үшін қош бол. Қош бол.
Фильм 7 арнада аударылып дыбысталды.